Мен Сәулетай Магиваевна мен 1986 жылы мен өзім Сосеске лабораторияға лаборант болып жұмысқа кірдім. Сол кезден бастап ол кісімен жұмыстас болдық. Ол кезде біз екі жаққа бөлінген жоқпыз, департамент болып бәріміз бір болдық. Сол кезден бастап жұмыста болдық. Ол кісі өте жақсы, ақ көңіл, ешқандай ашуды білмейді, біреуге кейді білмейді. Тісі деген қаладай болып күліп жүреді. Қалайсыңдар қыздар деп. Мен кішімін, мен үлкенмін деп не қылмайды. Өте жақсы. Қалай деп айтуға болады. Өте ұқыпты. Сондай жақсы адам. Күліп жүреді өмір бақи. Ешқандай ол кісіге қиындық туындамайтын сияқты. Жолдасы да сондай врач болды. Ол да бізде санитарный врач болды. Бәріміз объектілерге бірге бардық. Ол кезде енді көбіне питание жөнінде санитарный врач болғасын, біздер қасында жүреміз, барамыз объектілерге. Акт жазады сол жерде, актын толтырады. Сөйтіп бірге қарап келіп жүрдік. Жолдасы болды, жолдасы да врач болды. Районный Қарақияның больницасында рентгенолог болды. Көбінің ауру нелерін таба алмағанда сол кісі тауып беріп отыр. Балдасы болды, қызы болды, 2 бала, 1 қыз болу керек. Үйлеріне барып жүрдік ол кісінің жаңағы. Тойлар жасайды, туған күндерін жасайды, сол кезде үйінде болдық. Балдары да бәрі де жақсы, воспитанный, оқыған. Сондай адам. Енді 4-5 жылдықтың арасында ол кісі хабарласты, маған телефон соғып, мен телефонды білмеймін, кімнен алған. Әлия, қалайсың? Үйшің аман ба, жолдасың қалай деп, жолдасының атына дейін айтып. Сөйтіп, мен жақсымын, Алматыда жүрмін деп, сөйтіп звондады. Жақсымын, тұрып жатырмын, осы жаққа Алматыға келсең, бізге қыдырып кел деп, менің өзіме сөйтіп телефонына хабарласты. Жоқ, ол кісі этажда тұрды да, біздер новостройкада жер үйде тұрдық. Күнде жұмысқа келгенде көреміз, амандасамыз, сөйлесеміз. Мерекелерде бәріміз дастарханда бірге боламыз, күліп ойнаймыз деген сияқты. Бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтамыз. Сондай қарым-қатынаста болдық. Осы нешінші жылы 87 екен, 88-де осы ауылда брюшный типпен общитияда строй отряд дегендер болады ол кезде. Сол кезде бір больнойлар шықты. Брюшный типпен. Сол кезде біз бүкіл очагтарға бардық осы ауылдың арасында. Қалаға, басқа жаққа барған жоқпыз. Сол очагтарға бірге барып, солардан анализ алып сөйтіп жүрдік. Ол кісі енді бәрін тазалықты қарайды, тамақтың қауіпсіздігін бәрін қарап біледі, барады. Біздер барған жерімізде тазалық жөнінде сымайып аламыз. Жұғынды алып, мысалы, тамақтарын, суларын қараймыз. Больнойлар болса, олардың анализін аламыз. Кал деген, моча дегендерді жинап, жаңағы ошақтарға барамыз ғой, сондайларға барып жүрдік. Ол кісі ондай байқалған жоқ. Ол орыстар айтады, жизнерадостный. Сондай адам болды ол кісі. Өте сондай. Қарапайым, ешқандай менмендігі жоқ. Виндодан келгенде жаман қатты көңіліміз түсіп кетті. Бір-бірімізге звондап, мына кісіге не болды екен, қандай жағдайға тап болды екен деп, өте қатты қиналдық. Енді көзіміз көрген жұмыстас болған адам болғасын, қиындау болады ғой, енді өзімізге солай, басқасын білмейміз. Бір-бірімізге звондап, ойбай, мына кісі мынандай болып қалыпты. Сәулепай, бұл мен, Шарипова Ғалиямын, сізден жұмыстас болдым. Есіңізге түсе ма, мен көп жыл бірге жұмыс жасадық. Қалайсыз, жақсысыз ба, телефоныңыз бар ма, хабарласыңыз. Есіңізге түсіп жатса. Бұл кісімен енді контактысы болып, телефоны болып жатса, бұл кісіге біз көмек беруге әрдайымда дайынбыз, көмектесеміз, қиын жағдайға тап болып жатса. Жанымыз ашиды, қолымыздан келгенше бар көмегімізді аямаймыз. Сәулепай, жақсы болып жазылып кетіңіз. Семьяларыңызға, балдарыңызды ойлап, соларды қолпаштап, жақсы болып жазылып кетуіңізге тілектеспіз.